Биылғы жылы күзде Қазақстан мұнайының 125 жылдық мерейтойы атап өткелі отыр. Бүгінгі күні осы 125 жылдық тарихы бар Қазақстанның мұнай-газ саласының, Қазақстанның экономикасының, әлеуметтік саласының дамуына қосып жатқан үлесі өте зор. Ол жалпы халыққа белгілі. Содан да болар біздің елімізде мұнайшыларды осы мерейтойменен құттықтау дәстүрге айланып отыр. Ол шынында да соған тұрарлық жағдай. Қазақстанның мұнайы 1899 жылы Қарашоңғылда алынған алғашқы мұнайдың легіменен басталды десек, одан кейінгі оның жалғасы 1911 жылғы Доссорда алынған, 1915 жылы алынған Мақаттағы өндірістік мұнай көлемімен тығыз байланысты. Міне осы кезеңнен бастап Қазақстанда мұнай өндірісі қалыптаса бастады. Дегеніменен мұнай өндірісінің дамуы Советтік Қазақстанның кезінде болды. Бірақ ол кезде біз өзіміздің ойымыздағыдай мұнай-газ саласын дамыта алмадық. Себебі Қазақстанның мұнай-газ саласы ол кезде орталықтан, Москвадан басқарылатын еді. Негізгі Қазақстанның мұнай саласының қарқынды дамуы егемендік алған алғаш кезеңнен басталды. Егеменді алған кезде Қазақстанның өндіретін мұнайының көлемі жылына 26 миллион тоннаның маңайында болатын. Ал енді қазір Қазақстан 90 миллионға жуық жылда мұнай өндіріп отыр. Демек 91 жылмен салыстырғанда Қазақстанда 3,5 еседен артық мұнай өндіріліп отыр. Осыншама мұнай өндірілгеннен кейін әрине мұнай өндірісі Қазақстандағы біздің экономикамыздағы жетекші саланың бірі болып отыр. Негізгі Қазақстанға мына шетелдік валюталарды алып келетін өндірістің бірден бір саласы осы мұнай саласы. Өйткені 90 миллионға жуық өндіріліп жатқан мұнайдың 70 миллионға жуығы шетелге сатылады. Одан түскен қаражаттың барлығы валюта түрінде Қазақстанның экономикасына жұмыс істеп жатыр. Қазір Қазақстанда 18-19 миллион тоннадай мұнайды өзіміздің негізгі мұнай өңдеу заводтарында өңдейміз. Бұл жалпы Қазақстанның ішкі экономикасын мұнай өнімдерімен қамтамасыз етуге толық қол жеткізіп отыр. Одан бөлек әрине мұнай-газ саласының бюджеттің кіріс бөлігіне беретін табысы да өте мол. Жалпы қазір мұнай-газ саласы бұл көп салалы экономиканың бір өндірістік саласына айналып отыр. Бұл жерде мұнайды шығару да бар, мұнайды өңдеу де бар. Мұнайдан шығатын өнімдерден біз әртүрлі мұнай химиялық өнімдерін алып жатырмыз. Осының барлығын есептегенде біздің Қазақстанның экономикасында мұнай-газ саласының алатын үлесі 20%-ға жуық. Ол әрине өте ауқымды экономиканың саласы болып табылады. Бұл салада жалпылама 200 мыңға жуық адам қызмет істейді Қазақстанда. Әрине оның басым көпшілігі мұнай-газ саласын сервиспен қамтамасыз ету үшін жұмыс істейді. Дегеніменен осы аталған азаматтардың барлығы осы мұнай өндірісінің саласында жұмыс істеп, бүгін өздерінің әлеуметтік жағдайларын жақсартып отыр. Енді соңғы кезеңде Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы өзінің басымдығы ретінде мұнай химия саласын дамытуды қолға алып отыр. Үлкен жобалар, алғашқы үлкен жобалар іске аса бастады. Оның бір KPI проектісі полиэтилен алатын, ол 22 жылы қараша айында іске қосылды. Енді қазір кезекте одан да үлкен полиэтилен шығаратын құны 8 миллиард долларлық екінші жоба қазір күн тәртібінде тұр. Оның техникалық жобасы дайындалып жатыр. Ол жобаға Қазмұнайгазбен қатар Қытайдың Синопек компаниясымен бірге Ресейдің Сибур компаниясы да қатысатын болып отыр. Өйткені ол өте ауқымды жоба. Сондықтан бұл жобада қазір іске қосылатын болса, Қазақстанның мұнай химия саласының дамуына өзінің орнықты үлесін қосады. Одан бөлек күн тәртібінде талқыланып жатқан бірнеше тағы да
мұнай химия саласының жобалары бар. Солардың ішінде атап айтатын болсақ, біздер бірнеше жыл бұрын Атыраудың мұнай өңдеу заводын модернизациядан өткізген уақытта біз қосымша тағы да сол жерге завод салып, мына ауыр ароматика дейді, соны алатын завод салдық. Сол завод бізге бензол, параксилол сияқты ауыр ароматиканы алуға мүмкіндік береді. Ол біріншіден бензиннің құрамынан ауыр ароматиканы алғаннан кейін бензиннің сапасы жақсарады. Ол евростандарттарға қазір келеді. Екінші, бензол, параксилол деген бұл химия өндірісінде кеңінен пайдаланатын өте құнды сырье. Сондықтан осыларды ары қарай өңдеуге бағытталған полиэтилен телефторфосфат деген проектлар іске қосылады деген ойымыз бар, іске қосамыз деген. Бұл осы жаңағы ауыр ароматиканы алған кезеңнен бастап ойластырылған мына жобалардың бірі. Одан бөлек қазір сол KPI орналасқан жерде біздер карбамид шығарамыз ба деген ойымыз бар. Ол да қазір күн тәртібіндегі тұрған жобалардың бірі. Одан бөлек сол жерде бутадиен шығарамыз, изобутан деген шығарамыз деген біздің бірнеше осындай мұнай химия саласының жобалары қазір күн тәртібінде тұр. Олар өздерінің кезек-кезегіменен іске біртіндеп аса береді. Аталған жобалардың барлығы қазір өздерінің әртүрлі деңгейінде дайындықтың үстінде. Біразының техникалық жобалары дайындалып жатыр. Шілей ұзаққа созылмай осы жобалардың біразы іске аса бастайды. Бұл күн тәртібіндегі тұрған өзекті мәселелердің бірі. Әрине, заманның талабы өзгеріп жатыр. Соған байланысты мына энергияның балама көздеріне де қазір кез келген мұнай газ компаниялар көңіл бөледі. Біз де осы салаға көңіл бөліп жатырмыз. Сондықтан осы жуық арада ғана Маңғыстау облысында энергияның балама көздерін пайдаланып, сол өңірді электр қуатымен қамтамасыз ететін жобаны да қарастырып жатырмыз. Соның ішінде күн сәулесінен, желден әрі газды пайдаланып жұмыс істейтін электр станциясын жоспарлап, соның алғашқы құрылысының негізін дайындық жұмыстарын уже бастауға кірісіп жатырмыз. Осы сияқты энергияның балама көздерін алатын бірнеше жоба осы Қазмұнайгаздың еншісінде бүгін талқылауда тұр. Сол сияқты үлкен жобалар бірнеше жерде іске асырылуы мүмкін. Әрине, мұнай компаниясы болғаннан кейін қазіргі заманның талабына сәйкес Қазмұнайгаз қоршаған ортаны қорғауға, экологияны жақсартуға өте үлкен көңіл бөледі. Соның ішінде ағаш отырып жерді көгалдандыруға байланысты өте үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Биылдың өзінде Арал теңізінің астына барып құм басып шөл болып жатқан жерлерге сексеуіл отырғызуға байланысты үлкен жобалар атқардық. Сол сияқты ағаш отырғызу, жерді көгертуге байланысты атқарылып жатырған ауқымды шаруалары бар. Жалпы қай салада болса да Қазмұнайгаз қоршаған ортаны қорғауға өте үлкен көңіл бөледі. Сондықтан бұның барлығы осы заманның талабына сәйкес жасалынып отырған шаруалар. Әрі бұл біздің компанияның бұдан кейінгі кезеңде де тұрақты дамуын күн тәртібінде қойып отырады. Бұл күн тәртібінде тұрған бүкіл дүние жүзіндегі үлкен мәселенің бірі. Бұл да Қазмұнайгаздың бүгін назарында тұрған мәселе. Сондықтан осы мәселелердің бәрін айтып отырғаным, Қазмұнайгаздың болашағы жарқын. Біз өзіміздің болашағымызға үлкен сеніммен қараймыз. Заманның талабына сәйкес адамның өмір сүру мәдениеті өзгеруіне байланысты энергияның әртүрлі көздері де пайдалануы мүмкін. Соған да біз осы бастан бейімделіп жатырмыз. Бұның барлығы ұзақ мерзімде біздің ұлттық компанияның осы халықтың игілігі үшін жұмыс істеуіне жағдай жасау үшін атқарылып отырған шаралар. Сондықтан осы жағдайды пайдалана отырып, мен бүкіл Қазақстандағы мұнай-газ саласының қызметкерлерінің барлығын осы мерейтойменен құттықтап, барлығымыздың болашағымыз жарқын болсын.
елдің болашағы үшін атқарып атқарған барлығымыздың еңбегімізге береке тілеймін. Біз барлығымыз жеңістен жеңіске жете берейік деген тілек айтқым келеді.